сәлем бәріне. Уже 2025 жылдың 1 айы қаңтардың соңына келіп қалдық. Мен әлі YouTube каналыма еш нәрсе салмаппын. Соңғы рет декабрьде салыппын. Жаңа жылдағы ені Тайны Санта группаластармен. Одан кейін салмаппын. Енді бүгін соны қолға алып, соны арнайлап түсіріп жатырмын. Бүгінгі влог қызық болатын секілді. Так что до конца көрсеңіздер деймін. Үшеуміз, дочаммен және папасы үшеуміз бірге Қарағандыға бара жатырмыз. Жезқазғаннан Қарағандыға, Қарағандыдан Астанаға барамыз. Бірінші пункт бізде Қарағанды. Қарағандыға неге бардық? Өйткені папасы футбол жарысқа қатысады. Футбол ойнайды. Ал біз, дочам екеуміз, подругам бар. Бала кезден келе жатқан биде бірге билеген. Сол подругамның үйіне боламын. Сөйтіп, мені папасы бізді шығарып салып жатыр. Сөйтіп, сосын ары қарай өзі балалармен футболға кетті. Мен сол таксиде отқан кезде өзінің 11 класс бітіріп, енді тапсырып, осы Қарағандыға түскенім есіме түсіп кетті. Сөйтіп, соны бір еске алып отырмын осы уақытта. Сөйтіп, былай жетқанда подругамның үйіне жеттім. Подругамды күтіп тұрмын. Подругамның есімі Ақниет. Біз мектеп кезден бірге бір ансамбльде билегенбіз. Қазір өзі Қарағандыда тұрады. Ална уже папамызды құт поддержкамен екінші уже неге келдік. Ойынға келген кезіміз. Одан кейін міне кешке пойыз Қарағандыдан енді Астанаға кетіп барады. 17:30-да, 19 кетті. Пойызымыз. И біз, 25 вагоннан алғанбыз. И тура алдымызда 25 вагон тұр ғой. Менің қолымда мыналарды ұстап тұрмын. Футболдан шығып осы екеуімен тамақ не алып алдық та чемоданды алдық пойыздан. Сосын Асылхан кімді қызды ұйықтап қалды, көтеріп алып кетті. Дала ақырын жылып келе жатыр. Сөйтіп сағат 5:30-да Қарағандыдан мініп, Астанада 10:30-да түстік. Сөйтіп мамамның, папамның достары отырады тұғын. Сол кісілердің үйлерінде болдық. Өйткені бізде рейс таңғы 4-те болған, 4:30-да баратын болдық. Сосын не істейміз деп, қараңыздар, қандай күшті Астана. Өкенің үйіне киген кезде түсіп алғанмын. Ална уже әуежайға келген кезіміз, заттарымызды алып, бір чемоданмен шықтық, и дочамызды алып келдік. Осы жолы үшеуміз баратын болып шештік. Былтыр Турцияға Асылхан екеуміз барсақ, осы жолы қызымызды алып кеттік. И осы жолғы демалысымызда арнайлап бір отельде орналасқан. Оның бәрін толық ертең түсіндіретін боламын. Уже аналар қайталанып жатқан нәрселер уже бірінші рет болып тұрмағандықтан бізге қызық болмай тұр, уже үйреніп қалдық уже бұндайға. Тура қазір шаршап тұрмыз, өйткені Жезқазғаннан Қарағандыға келдік, Қарағандыдан Астанаға. Енді жаңа 10-да ма 11-де түсіп, ұйықтамай әлі жүрміз. Бұрында адамдар видео түсірген кезде шаршап, түсіретін уақыт болмады деп айтады. Енді түсініп жатырмын. Барынша өзімді жинап сіздерге түсіндіріп айтып жатырмын. Видеолар ұнап жатса, нетіп жатса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Маған ол приятно болады. Сосын ары қарай түсіруге де маған шабытты болады. Рахмет. Тәтемен уф-ах деп жағаласып, әйтеуір айтатынды айтып, келіп шайымды ішіп, тамамызды ішіп, уже 1 сағат қана қалған, уже регистрация рейске отыруға. Уже мына жерде біз уже неге самолетқа отырайын деп жатқан кезіміз. Мәз біз ғой. Бірақ үстімізде түсініксіз киім еткені. Қырлы ханымдар мен мырзалар, Эйр Астана компаниясы ұшырған бортында. Басты мақсатымыз жолаушыларымыздың қауіпсіздігі болғандықтан, қауіпсіздік. Баламен қалай барасың деген адамдарға жауап. Мазасы болады ғой, жылайды ғой деген балаға. Міне, бандан бері түсіріп жатырмын. Бала молодец. Шешіле маған. Бала молодец. Сіз өз бетімен. Бала молодец. Осы демалысымызда біз именно ұшақ бойынша Эйр Астананы таңдадық. Прям жүріп басып бар, уже жүріп жатыр. И жақсы су берді, наушник берді. Не көруге болады.
Ko'chamiz tip-tiniq shamolda. Ishimiz bir yerdamiz. Bizga yo'l bo'lsin. Kızlar, вареники aldık eline. Hazır şeyimiz. Şimdi falan şu oldu. Şöyle bir tamam. Sunumuz da frukты. Самолеттен түстік. Қайда келдік деп ойлайсыздар? Сағат 7-де міндік. 7:30-да жүрді. Самолет жүрді. Сосын 12:30-да түстік Қазақстан бойынша. Ал бізде 11:30 екен бұл қалада. Жазуларынан түсініп қоя тұрсыздар. Көрсетпеуге тырысамын деп. Бала өз жүрім. Айтамын да, адамдар қайда жүрсе жаққа жүре берейік деймін да. Чемоданын обратқа шығар бәрі. Білмейміз ғой екен, қаяқта чемодан нететін. Киімімізге қарасаңдар жаз дейсің ба? Шорты, шлепка. Осымен бүгінгі бірінші блог аяқталды. Енді пока әлі белгісіз қаққа келгеніміз. Комментарийге жазып кетіңіздер.